Аққудың айдынын аңсағандай, аққудың айдынын аңсағандай, мен де сені аңсап келемін. Сорлы бала, не тұрсың ау? Анау белестен өтсең болды, жетесің. Сағынып сарғайып қапсың, жігітім. Мен сағынбағанда кім сағынады? Қарқаралыда күзім мен жазым көп қабырғаға түйгелумен өтті. Абай сендерді бізден ұзап кетті. Анау дүрінің артында Есенбайдың ауыл жатыр. Сен соқпақтап, ұрып таяқ жеп қалма. Сонда сендер мені соқпақта ұрып жатқанда қаққан қазықтай қарап тұрасыңдар ма? Абай біз деген ширатуды ауылға түгел ауыл болып келе жатыр. Сізді өзіміздің ауыл келіп тұрмаса, аманаймыз ғой. Ей, қойыңдаршы. Сендермен жүрдім не, жалғыз жүрдім не, кеттім мен. Жидебай! Есенбайдың ауылында кішігірім сауық болуда. Ойын сауығы несі? Жетер жерімізге кеш батпай жетіп алайық та, оның үстіне Жидебай мені ауыл болып күтіп отыр. Жидебай. Бетіңнен шөл беткізіп сүйіп алардай сөйлейсің ғой деді. Шақырмаған жерге не деп барасың? Ерболға шақырту керек пе еді? Ей, қойыңдаршы. Кеттім мен. Бармайсыңдар ма? Жоқ. Ой. Ей жігіттер, ойынымызды суытпайық. Ендеше сіздермен сайыса отырып мүмкін ән сөзден үйренерміз. Үйге! Ялмаған үйірмаған дауын берген. Сөз бастенерге бастаңдар. Аяғынан өздеріңден татарсыңдар. Өлеңмен сөз сайыса қалыс қалып, өзенден асып тасқан астары. Шабыттың тұлпарынан қамшы басып, қыздар болып келіп тұрмыз. Жарасқалы! Өзіңді аңсадың ғой бойжеткен. Сөйлейді сұлу қыздар. Ілгер жаққан соң ауылдың әкімдері жай түсіп келетін ауылдарына, шабыттың тұлпарына қамшы басып. Ей, бір-біріңді аямай езеп тұрсыңдар. Ақсақ пен соқырдың жолдасы болғанша сүйімізде қалғандар емес.
Ақ ниетті көңілді кірлетпейміз. Қыз болған соң назданып міндеттейміз. Жігітті еліңменен жұртың білсе, нағыз ақын екен деп құрметтейміз, а қыздар? Әйтсе, еліңіз өседі. Әйтпесе мына жұрттың көзінен орнымен сөйлескендер адаспайды. Жұртқа сырын білдіріп жағаспайды. Қай сырын білгейсін жігіт деген, қыз баламен ешқашан санаспайды. Yapağın bir bakan daha Ой, Алке! Алке! Жігіттер, сендер өстіп тұрсыңдар! Біз сұрын өзге абай. Сен тек қыз жолдар деймін, ә? Böyle мен сұраған менен болсын. Ер бол жүгір. Ал бұл жігіт, қамшыңды алдым. Ер жігіттің билігінің нышаны әркімнің қолында жүрген жараспас. Тоғжан! Сылдырлаған шолпысы, бұлдырлаған тілі қандай тәтті десеңші. Ал егі, түлкінің тамағындай, құлақтағы сырғасы, басындағы бөркесі, бұл өлкенің сұлулығы секілді. Абай. Ей, сендер неменеге мазақтап тұрсыңдар? Арадан біраз уақыт өтті. Абай Тоғжанға ғашық болып қалған соң, күндіз түні оны ойлаумен болды. Солай, Абай қайтадан Тоғжанның ауылына кетті. Жол болар жігіттің жеңесі шығар демекші алдынан. Қалың қалай жеңеше? Аманбыз әрине. Әр келген сайын мен де жеңен тұрған жас жігіт жолы болған. Кешетіп жүрсіңдер ғой. Амансыз ба? Аманбыз жеңеше. Ал жас атағы елге жайылып жүрген ақ көңілі ақ бетегізге тиген жігіттің сұлтаны Абай. Жасырмайын жеңеше. Ауылдың үлкендері жоқтығын пайдаланып, осы екі жас жұбайлық жолықтыруға келді. Байқадым. Ақ ниетті көңілдеріңді тақпай. Жеңеше жүріңіз. Ендеше Тоғжан, сәлемімді ертіп келдім. Сезімменен ілтипатпен көзге келіп тұрмын. хабардармын, Абай. Мен негізі ақын емес едім. Сіз мені бір көргенде толқытып қойдыңыз. Содан бері шыны керек. Бірде бір рет болсын ұмытқан емеспін сізді. Ұмытпадыңыз. Бірақ содан бері бір келіп кетпедіңіз ғой. Қалай келем? Өңімде бір көрудің өзі зар болып, өңімде көруге батылым жетпей, түсімде мың рет көрдім ғой. Жә, Абай, ауылдағылар жақындап қалыпты. Енді кеткін. Тоғжан, күте тұршы, тоқташы. Айттым сәлем қаламқас, саған құрбан мал менен бас, сағынғаннан сен ойлап, Үлкен той болып жатыр екен. келеді көзге ыстық жас. Тоғжан ұзатылып жатыр екен. Тоғжанның ұзатылған адамы бар екен. Арадан біраз күн өтті. Абай Ділдәні әйелдікке алды. Бірақ оның жүрегі тек Тоғжан деп соқты. Тоғжанның да атастырған Аққозы деген адамы болды. Есенбайдың қызы Тоғжан ұзатылып жатыр екен деген сыбыс Абайдың құлағына да жетті. Айттым сәлем қаламқас, саған құрбан мал менен бас, сағынғаннан сен ойлап, келеді көзге ыстық жас. Сен ойлаумен өтті күнім, түнім, сенен артық жар жоқ маған. Махаббатшы, бірін-бірін шын сүйген қос ғашық қосылмайды екен бұл жалғанда.
менен артық табылса да, Тоғжаным, сәулем. Қара көңілім ай, қара көңілім желмейсек. Қайғы менің желмейсек, қара көңілім көлмейсек. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн қағылса да. Тоғжан ұзатылып бара жатыр. Қалауын тапсаң, қар жанар, сұрауын тапсаң, адам баласының бермейтіні жоқ деген міне нағыз тауып айтылған сөз. Сұрауын табан деп жүргенде өзгенің қолына кеткенін қарашы. Тілеуіңді тілеп жүрем, Тоғжан-ау. Айттым сәлем, қаламқас.